Сәлем озат оқушым, бүгін бізде ана тілі сабағының алғашқы сабағы. Сен ана тілі оқулығын ашып отырсың. Бұл оқулық саған көркем шығармалар мен тілдік мағлұматтарды таныстырады. Оқулықта берілген жаттығулар мен тапсырмаларды мұқият орында. Сонда оқуға, жазуға және дұрыс сөйлеуге үйренесің. Өз ойыңды еркін жеткізе аласың. Бұл өте маңызды. Ең әдемі, мәнерлі, бай тіл сенің ана тілің. Ана тіл әлеміне қош келдің. Ана тілін игерудегі қадамыңа сәттілік тілейміз, деп оқулық авторлары жазып өтті бізге. Тіл және сөйлеу. Тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым. Сөйлеудің не үшін қажет екенін, ана тілі туралы білетін боласың. Ана тілінде оқып және жазуды үйренетін боламыз. Озат оқушым, осы ана тілі сабағы арқылы. Енді бізде бірінші сабақ сөйлеу не үшін қажет деген бірінші сабақтың тақырыбы екен. Бірінші жаттығуға қарап көрейік. Суретке қара, оқы дейді. Жер бетінде алуан түрлі тіршілік иелері бар. Солардың ішінде адам ғана сөйлей алады. Сөйлеу адамдардың бір-бірімен түсінісуі үшін қажет. Сөйлеу не үшін керек? Біздің сөйлеуіміз тыңдау, айту, оқу және жазудан тұрады екен. Озат оқушым. Біз сөйлеудің не үшін керек екенін оқып білдік. Екінші жаттығуға қарап көрейік. Өлеңді түсініп оқы. Әр нәрсенің мәні бар. Әркімнің өз әні бар. Өз тілінде сөйлейді. Жердегі жан жануар дейді. Келесі жалғасы. Бүркіт, барыс, қасқыр да дауысынан танылар. Ана тілін білгеннің маңдайының бағы бар дейді. Өз тілінде сөйлейді дегенді қалай түсінеміз? Яғни адамдар ғана сөйлей алады, жер бетінде барлық жаратылыстардың ішінде. Ал басқа жан жануарлар олар өз тілінде бір-бірімен түсініседі екен, Яғни бүркіт, барыс, қасқыр олар өздерінің дауыстары арқылы бір-бірімен сөйлеседі екен. Енді үшінші жаттығуға қарап көрейік. Көркем жаз дейді. Әлденен анаңның үйрен ана тіліңді дейді. Яғни осы берілген әдемі сөйлемді дәптеріңе қатесіз көшіріп жазып ала ғой. Біздің ана тіліміз ол қазақ тілі, Қазақ тілі. Біздің ана тіліміз өте көркем, бай, әдемі тілдердің бірі. Біз басқа тілді емес, осы ана тілімізді білмей қалсақ, қатты ұялуымыз керек. Өзіміздің ана тіліміз, қазақ тілімізді құрметтеп, оны дұрыс біліп, дұрыс жазуды білуіміз керек екен. Озат оқушым. Келесі жаттығуға қарап көрейік. Төртінші жаттығу сәйкестендір дейді. Қарқылдайтын не? Суретте бірнеше құстар мен және ит көрсетілген, Солардың дауыстарын біз сәйкестендіріп көрейік осы сұрақтарға қарай. Қарқылдайтын не? Қарға, қарқылдайды. Қаңқылдайтын не? Қаз қаңқылдайды, Шиқылдайтын не дейді? Шиқылдайтын қай құс мұнда? Торғай екен, шиқылдап жүретін. Ырылдайтын не дейді? Ит ырылдап үреді екен, Озат оқушым. Бүгінгі алғашқы сабағымыз осымен аяқталды. Жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып қояйық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.